25-ші есеп. Адия 3 сағатта кітапты оқып бітірді. Алғашқы 2 сағатта оқыған беттердің қатынасы 9 бен 7 сандардың қатынасындай. Бірінші сағатта 2-ші сағатқа қарағанда 15 бет артық. Ал 3-ші сағатта ол қалған 20% бетті оқыды. Кітап неше беттен тұрады дейді бізге. Белгілі, Адия 3 сағат бойы кітап оқыды. Сонда бірінші сағатымыз бар, және екінші сағатымызды бөлек жазып, мына жақта олардың қатынасы берілген. 9 бен 7 сандардың қатынасындай. Сонда 9 бен 7 ол оқыған беттердің саны емес, олардың қатынасы. Сонда бастапқы беттердің саны болды. Сол 2 санды бірдей санға екеуінде қысқартып, 9 бен 7 сандары бізде пайда болды. Енді белгілі бізге 3-ші сағатта Адия 20% кітаптың ішіндегі 20% беттерді оқып тастады. Және тағы белгілі, 1-ші сағатта 2-ші сағатқа қарағанда 15 бет артық оқығаны. Сонда мына 1-ші сағаттағы оқығаны 2-ші сағатқа қарағанда 15 бетке артық. 15 бетке артық. Енді мына жерде қатынас. Қатынас ол бастапқы сандардың қысқартылған түрлері болды мына жақта. Сонда мына жерде 9х деп аламын, өткен мен білмеймін қандай сан қысқартылғаны. Және мына жерде 7х деп аламын. Енді олардың азайтындысы 15 бетке тең болады. Және осы мәлімет арқылы біздің x-імізді таба аламыз. Қараңыз, мына жерде 1-ші сағатта оқығаны, мынау 2-ші сағатта оқығаны. Азайтқанда 15 бет шығу керек, өйткені бізге белгілі 1-ші сағатта 2-ші сағатқа қарағанда 15 бетке артық оқығаны. Енді мына жерде азайтқанда 2х шығады, тең 15. Және x-тің мәні тең болады 15 бөлу 2, 7,5-ке. 7,5 ол x-тің мәні. Енді, егер бізге белгілі болса, 3-ші сағатта ол 20%-ды оқығаны, сонда ол дегеніміз 1-ші 2 сағатта ол қалған 80%-ды оқыды деп айта аламыз. Өйткені барлығы кітаптың ішінде 100%. Барлығы ол бізде 100% деп алыну керек. Сонда барлығы 100% болса, тағы бір рет айтамыз сізге. 3-ші сағатта егер 20%-ын оқыған болса, 1-ші 2-ші сағатта бірге 80%-ын оқыды. Енді x-тің мәні 7,5 болса, біз осы санды әрбіріне көбейтіп табамыз әрбір сағатта неше бет оқыды. Бірақ бізге әр сағатта оқығаны керек емес, екеуін қосып, барлығы 1-ші 2 сағатта қанша оқығанын таба аламыз. Сонда 9х қосылған 7х ол бізде 16х. Енді x-тің орнына 7,5-ті қойсақ, көбейтіп табамыз барлығы 1-ші 2 сағатта қанша бет оқығаны. 7,5-ке көбейтеміз. Мына жерде көбейткенде 16-ны 7-ге бірінші көбейтіп шығады 112. 16-ны 0,5-ке көбейтіп шығады 8. Сонда барлығы мына жерде 120 бет. Ол 1-ші және 2-ші сағатта оқыған беттер саны 120. Ол 1-ші қосу 2-ші сағатта оқығаны. Енді біз білеміз 1-ші 2-ші сағатта 80%-ын оқыды барлығының. Енді жазаламыз бұлай. 120 бет ол барлығының 80%. 120 бет ол барлығының 80%. Ал бізге кітаптың ішіндегі барлық беттер қажет. Ол 100%. Сонда нешеге тең екенін пропорция арқылы табамыз. Пропорцияның белгісіз мүшесі міне x. Сол үшін мынау пайыз болғандықтан ол пропорция негізі қасиеті арқылы шығарылады. 120-ны 100-ге көбейтіп 80-ге бөлеміз. Сонда x-тің мәні тең 120 көбейту 100 бөлу 80. Мына жерде қысқартуға болады. 80 мен 120 40-қа қысқартылады. Екеуді 40-қа бөлінгенде мына жерде 2 болады, мына жерде 3.
100-ді 2-мен қысқарта саламыз. 1, мына жерде 50. Енді оларды көбейткенде x-тің мәні тең болады 150. 150 бет, ол бізде 100%, немесе ол кітаптың ішіндегі барлық беттер саны. Енді есептің сұрағын тағы бір рет оқиық. Кітап неше беттен тұрады? Сонда барлық бетті табу керек болса, біз оны таптық. Жауабы А, 150 беттен тұрады осы кітап.